Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы оқиғалардың үш өлшемді модельдері. Сабақтың мақсаты 3D редактордағы объектілердің модельдерін құру. Барлық үш өлшемді объектілердің белгілі бір қасиеттері бар. Үш өлшемді объектіде жасалу жолына қарамастан төмендегідей оқиғалар болады. Аты: программа жасалып жатқан үш өлшемді объектіге автоматты түрде атау беріледі. Көріну: үш өлшемді объектінің құжатта көріну, көрінбеу жағдайларын басқаруға болады. Жағдай: кез келген объектіні тізімге қосуға немесе тізімнен алып тастауға болады. Объектіні алып тастағанда осы объект компьютерде көрінбейді. Түс: үш өлшемді объектінің түсін көрсетеді. SketchUp программасында құрастырылып жатқан объектіні сақтауды файл сохранить как командалар тізбегінде тінтуір көмегімен орындауға болады. Яғни файл сохранить немесе сохранить как батырмасын басып, жасап жатқан жұмысымызды сақтап отыруымыз керек. Егер объектіні сақтау барысында арнайы атау берілмесе, онда жоба без названия атымен сақталады. Яғни атау беруіміз керек. Ал сақталған файлдың кеңейтілімі SKP типін таңдайды. SketchUp программасында құрастырылып жатқан немесе құрастырылған объектінің моделін жұмыс алаңынан жоғалтып, жіберуге немесе қайта қоюға болады. Ол үшін мына командалар тізбегін орындау қажет. Әуелі таңдау батырмасын таңдаймыз. Оның көмегімен модельді ерекшелеп аламыз. Яғни осылай. Одан кейін правка менюіне барып, скрит батырмасын басамыз. Міне біздің жұмыс алаңымызда объектіміз көрінбей қалды. Объектіні жұмыс алаңында көрсету үшін қайтадан правка менюіне барып, отменить скрит батырмасын басамыз. SketchUp программасында объектілер моделінің негізгі қасиеттерінің бірі түс таңдау. Программаның мүмкіндігін пайдаланып, модельдерді бояуға болады. Міне осы бояу қасиеттерін қолданып, 60-шы беттегі екінші суреттегі ішінде суы бар қауыздың моделін жасауымызға болады. 60-шы беттегі екінші суретке назар аударыңыз. Ішінде суы бар қауыз моделін жасаймыз. Ол үшін тіктөртбұрыш батырмасын басамыз және мына жерден бастап белгілеп аламыз. Одан кейін итеру, тарту батырмасын қолданамыз. Міне бізде осында объекті пайда болды. Енді смещение батырмасын пайдаланамыз. Итеру, тарту батырмасымен төмен қарай тартамыз. Міне оқушылар, осындай бізде объекті пайда болды. Одан кейін материалдар терезесінен су батырмасына басамыз. Мінекей, осы жерден өзімізге ұнаған судың түрін таңдаймыз. Үстінен басамыз және белгіленген жерге тінтуірдің сол жақ батырмасымен құямыз. Міне бізде қауыздың бейнесі пайда болып келе жатыр. Одан кейін қауыздың сыртын және ішкі жағын қаптаймыз. Мына түсті таңдайық және құйып шығамыз. Айналдыру батырмасын алып, айналдырамыз.
Міне бізде балалар хауыздың моделі пайда болды. Дәл осылай өздеріңде жасап көріңдер. SketchUp программасында құрастырылып жатқан объектіні тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы контексттік мәзір терезесі шығады. Терезеде орналасқан құралдардың кейбірінің қызметіне тоқталып өтейік. Данные объекті. Бұл объект туралы мәліметтері бар шағын сұхбат терезесін ашады. Сұхбат терезесі арқылы қабаттарды бақылауға, модельдің бояуын өзгертуге болады. Удалить. Объектіні өшіріп тастауға болады. Скрыть. Объектіні жасыруға болады. Площадь. Объектінің ауданын көрсетеді. Ориентация грани. Қабырғалардың басқа қабырғамен байланысын реттейді. Выровнять оси. Объектіні оськпен теңестіреді, оське туралайды. Размер акыны. Терезенің өлшемдерін өзгертеді. Оқушылар, бүгінгі сабақтан біраз мәлімет алдыңдар деп ойлаймын. Бүгінгі білімдеріңді пайдаланып, практикалық жұмысты жасап көріңдер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.